Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше дәмді шпинат бисквитінен жасалған және де балын жеміс-жидектер қосылған ерекше дәмді десерт трайфл дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен шпинатымызды жақсылап жуып алып, үстіне сәл сұйық май қосып, бәрін жақсылап блендерден өткізіп аламыз. Міне осындай масса болып шығады. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқамызды, қантымызды жақсылап араластырып миксерлейміз. Көлемі өзінен 2 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Бөлек ыдысқа ұнымызға разрыхлитель қосып, араластырып дайындап аламыз. Жаңағы жұмыртқа массасына енді кезекпе-кезек шпинаттың массасын және де ұнды қосып шетінен лопатканың көмегімен немесе венчиктің көмегімен асықпай төменнен жоғары қарай араластырамыз. Массамызды жақсылап араластырып алғаннан кейін тағы да біраз ауасын шығару мақсатында төменнен жоғары қарай лопатканың көмегімен араластырамыз. Және де формамызға салып 180 градуста ысып тұрған пешке жарты сағатқа салып пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Крем бізде сүзбелі ірімшік, яғни творожный сыр, кілегей және де қант ұнтағы. Бәрін жақсылап миксермен араластырып кремін дайындап аламыз. Енді арнайы трайфл салатын стаканчиктерге, бұл стаканчиктерді кондитерлік дүкендерден алсаңыздар болады. Бірінші бисквитімізді салып, оның үстіне кремін саламыз. Және дәл видеодағыдай арасына балғын жеміс-жидектерді саламыз. Бетін, яғни жеміс-жидектермен өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Менде қарақат, брусника және де малина болды. Бұл, яғни жаз айында жеміс-жидектерді мейлінше балаларға жегізу мақсатында жасауға болатын өте дәмді десерттің бірі десек болады. Және де шпинатты балаларға жегізу мақсатында дәл осылай бисквит етіп жасап берсеңіздер, балалар оның даже шпинат екенін байқамай да қалады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Көп рахмет.